Еба базар жоқ, үйде алмаз жатыр ғой. Е-май, далаға шық. Е-майы. Мынау қандай алмаз тағы? Достар, еба мынадай алмаз бар ма не? Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. В общем, бүгінгі видеода не болатынын түсініп тұрған шығарсыңдар да. Мен қолымда қараңдар, кішкентай алмаз, мынандай кішкентай алмаз. И мен осындай кішкентай алмазды мынандай қылып дәу қылып салып көрдім. Қараңдар достар, дәу қылып тырысып салып көрдім. Осылайынан енді біз деген бұған өздерінде біліп тұрсыңдар ғой. Я видеоның тақырыбынан көріп тұрған шығарсыңдар. Бүгін біз осы алмаздың ішіне үй салатын боламыз достар. Мен бірінші рет алмаздың ішіне үй салатын боламын. Қазір деген мынаны қараңдар. Былайынан 4 блокты былай шығардым ортасын. В общем, алмазға ұқсай ма, ұқсамай ма комментарий жазып беріңдер. Менің ойымша, кішкене ғана ұқсайды, бірақ кішкене де ұқсамайды достар. Сендер видеоға лайктарын басыңдар, арнамызға тіркеліңдер. Давайте тез каналға 100 мың подписчик жеткізейік достар. Уже 100 мыңға жететін уақытымыз болды, бірақ біз әлі жетпедік. Так что бәрін тіркеліп 100 мың подписчикке тез жеткізіп тастайық. В общем, көп сөзбен бастау керек негізі достар. Бүгін погода мощный болып тұр. И мен бағана видео қоспастан бұрын осындай алмазный салып тастаған болатынмын достар. И енді қазір деген осының ішін көрсетіп жіберейін сендерге. Іші осындай. Қазір енді неға бәрін сыйыстырып салатын боламыз. 2 этажды қыламын ба, 3 этажды қыламын ба, білмеймін, оны әлі шешпедім достар. Бірақ нормально қылып ішіне достар жататын жер, кухня соларын бәрін сыйдыруға тырысатын боламын достар. Сендер лайктарын басып отырыңдар құротқанша. Және де мен Инстаграм мен основной каналға тіркеліп кетіңдер. Инстаграм мен основной канал ссылкасы описаниеде болады. Мен Инстаграмға күнделікті стористер салып отырмын достар. Бәрін тіркеліп кетіңдер. Инстаграмға давайте уже тез 10 мың подписчикке жеткізіп тастайық. Инстаграмға примерно 5,5 мың подписчик, бір 4,5 мың адам тіркелсе, уже 10 мыңға жетеміз достар. Мен ол жерде күнделікті стористер салып отырамын достар. Өзімнің өмірімдегі YouTube-тан салып отырамын. Так что бәрін тіркеліп кетіңдер. Так, бастайық көп сөзбай да. Бірінші этаждан бастайық. Мен бірінші этаж не істегім келіп тұр достар, білесіңдер ма? Так, неяқтысында сауғыжынан көрініп кетеді екен. Бірінші этаждан мен не істегім келіп тұр? Бірінші этажға кірген кезде кухня істегім келіп тұр достар. Кухняны төбеге шығармай, керісінше осы бірінші этаж кухняға қалсам, а вот төбені жататын жер сондай қылуға болады достар. Давайте сразу кухнядан бастайық та. Кірген кезде былайынан кухня тұрсын, давайте осылай и былай, ал уже былайынан былай лестница кетсін достар да. Так, бастайық. Кухняны, так, немен істейміз? Кухня заттар, опа. Давайте осылайдан бір ақ түстілерін алайық. Әдемі дейтіндерін. Так, осылай. Так, по идее. Тағы да холодильник керек қой, так, бізге достар. Холодильник и осындай кран керек. Так, бұларды аламыз. Так, неқа осылай қойсам. Так, уже неқа сразу кранды қой жүрек достар. Газовый плитаны ұмыт кеттік қой біз достар. Газовый плитамызды ұмыт кеттік. Давайте кранның қасында осылай газовый плита қойып қояйық. И так, по идее достар, осылай и бір шкаф, и бір кухня. Кухня деп қой, столик. Ой, холодильник қайдағы столик. По идее достар, білесіңдер ма, мынау керек емес, даже осылайна холодильник қойсам, и вот неға былайна бит осылайна шкафчиктер тығып жүрсем. Негізі болады, бірақ алу ыңғайсыз болады, конечно достар. Бірақ зато кең болып орындар қалады. Керінше неға уже отыратын орын тығып жіберуімізге болады достар. Давайте сөйтейік шынымен де. Мына бетте уже отыратын орын қылып жібереміз достар, кәдімгідей. Давайте көкпен істейік. Енді алмазный қылып жатырық қой. Бір адамдық қылып кішкентай қылып істей салайық та. Осылайынан типа неқа енді бір адам емес, 2-3 адам сыйып кетеді. Осылай кішкентай қылып істей берейік. Дәу қылып оны керек емес достар. Не істейміз оны бәрін дәу қылып. Так, бізде отыратын орындықтар бар еді ғой достар да. Давайте отыратын орындықтарды опа, осы цветпен істеп қояйын. Көкпен ақтың сочетаниесі достар. Вроде әдемі. А вот мынаның үстіне уже ары қарай так тамақтар қойып жіберуге болады. Сендерге достар ұнайды ма осындай контент, комментарий жазыңдар. Баяғыда білемін мен достар бұндай контент сендерге ұнаған. Яғни осындайдан постройкалар салу достар. Мен деген осы каналымда баяғыда постройкалар салып түсіретінім достар. Естерінде осы еще веб-камерамен түсіретінім мен ол кезде. Қазір веб-камераны қолданбай кеттім. Бірақ осындай веб-камерамен осындай постройка видео шыққан қаласындар, комментарий жазыңдар. Міндетті түрде тағы да түсіріп тұратын боламын мен деген. И енді бізге достар лампы керек та. Лампыны мен деген қай жаққа ыңғайлап қойсам болады достар. Осындай светокамера қою керек бізге. Себебі давайте осылай қойып қояйық. Да? Давайте осылай қойсайық. Бірақ енді білмеймін неге екенін, әдемі емес па? Білмеймін, пока что. Былайынан енді лестница қойсақ болады төбеге қарай. Осылайынан лестница қоямыз. Давай бірінші екінші этажды бөліп алайық достар. Давайте осылайынан бөліп алайық екінші этажды. Биіктігі осылайынан болсын екінші этаждың. Асты осынша потолоктың биіктігі. А вот мынаяқтың биіктігі осылайынан ары қарай осы төбеге шейін достар. Мына жер керінше кең болады достар. Даже қазір балкон істеп жүруім мүмкін мен мына жерге. Өйткені сыяды барлығы. И осылайынан бет кесек. Так.
неха былайынан лестницаны осы жерден істейік достар, кіре аламын ғой да. Все, лестница осы жерден тұрсын. А вот мына бетте уже достар кәдімгі Майнкрафтқа керек заттар қойып жіберуге болады. Яғни печка, осылай сундук, верстак, бірақ бұлар бізге керек емес. Біз бұл жерге не қоямыз? Әрине телевизор қоямыз достар. Так, телевизорлар бір кішіреуін қою керек, бір неға сиятыншы. Мынау сияма, опа достар, дәл келді. Енді қараңдар, даже үйде телевизор да бар. Вообще четко ғой мынау достар, да? Вообще четко болды ғой. Так, давайте хотя на қоймай қояйық, осылай жарғы и так жеткілікті. Мына уже телевизорымыз да бар. Енді былайынан беріп лестница қойып жібересің, екінші этажға шығатын, фук деп екінші этажға шығып кетесің, и вообще четко болады достар. Қараңдар достар, уже компактный болып келе жатыр, осылай екінші этажға шығасың. А вот мына жерден уже балкон істеп тастасақ болады достар, қараңдар. Так, центр осы ғой да. Центрдан осылай балкон шығарсақ, балкон давайте кварцевыймен осылайынан шығарайық. Примерно. И осылай қойсақ достар, балконды. Так, хоппа. Так, по идее, тағы да үлкейту керек сияқты да, мынаны алдын создырып, мына жақтарды кішірейту керек сияқты тағы да. Бірақ мынау что-то маған ұнамай қалды достар. Қатты үлкен болып кеткен сияқты. Походу. Я достар, қатты үлкен болып кетті, мынау тым үлкен. Мына алдындағысын алып тастау керек, өйткені алдындағысы құртып қалды. Давайте осылай мини балкончик болсын. Главное, таза ауамен демалуға жетсе болды ғой. И былайынан есікті ашқанға осындай достар, YouTube қауысының балконда тұрғандай есік қоя саламыз қазір деген достар. Тауып алайын оны. Оппа, мен уже тауып алдым. Так, осыдан бет қойып жібересің. И все достар, қараңдар, уже балконда дайын. Уже еще жарық кіріп қалды достар үйге. Так, светокамень алып алайық тағы да. Хотя бұяққа люстра ілуге болады. Біріншіден. Люстра ілместен бұрын бізге жататын орын істеп тастау керек. Жататын орын бізде оппа, бұл сияқтан. Бәрін енді көк түсті, көк пен ақтың сочетаниясымен істейміз біз достар. Так, опа, осы вроде как нормально сияқты достар. Тұрасың, и кровать, и мына бетте уже осындай полка, анау мынау, сосын неға гардероб іліп жүруге болады достар дағы да. Гардероб қойып жүруге болады былайынан. Так, бұл гардеробты қалай қоямыз достар? Мыналар сынып кетеді да ол кезде. Гардероб, хотя давайте осылай қойып қосылайық. Осындай кішігірім гардероб и достар, аяқ киімді былайынан сыйғызып жіберсек қалай болады екен? Жалпы нормально сияқты достар. Былайынан аяқ киім, мыняқта уже заттар, киімдер қатты көп емес, нормально. А вот мыняққа уже лампа қойып жібереміз достар. Бұл да бізге дополнительно жарық беріп тұратын, осындай ақ түстін қоясың, и все, лампа достар, қараңдар. Все вроде как нормально. И вот мына бетке уже бізде деген қызық нәрселер, яғни компьютерлер кетеді достар. Так, компьютерлер давайте бірінші мен есептеп қарайын достар. Неха, походу, монитор сыймай қалатын сияқты ма, әлде сияма қазір көрейік. Неха, байны бір стол и монитор. Оппа, даже дәл келді достар да. Даже дәл келді, бірақ кең болған жақсы еді негізі. Бірақ хотя, ладно. Осылайынан қойып қойық даже да. Байны екі стол. Неха, бір мониторды осылайынан қойып жүрсек. Неха, уже компьютердің корпусын қоямыз. Так, компьютер қақта бізде. Оппа, давайте ақ түсті корпусты қойып жіберейік. Әдем болып, мощный болып тұрсын осылайынан. Так, мынаны қосамыз. И вот наветке уже біз ноутбук қойсақ болады. Давайте MacBook қояқшы. MacBook Pro мощный қылдырып. Так, хоппа. Все, енді неха байын кресло қоямыз. Уже рабочий орнымыз уже кәдімбе дейтін тема болып қалды ғой достар. Так, мына неқтан давайте хотя ақ емес, көк алайық бұл жолда. Көк түсті былайынан столды қойып жібереміз. Хоппа. И роутер, модем достар. Модемді уже ақылай берсек те болатын шығар. Так, модемді аламыз да достар. Примерно қайқайлаймыз ғой достар. Модем неқа түсірген. Давайте модемді компьютердің осылайынан MacBook'ның үстіне қойып қояйық, осылайынан компьютердің үстіне тұрсын. И сосын бізге люстра алу керек достар. Так, бізде неқта Decocraft'ың жарық беретін бар еді ғой достар. Осындағы люстраларды ұнайды маған негізше. Опа, осы люстралар ұнайды маған. Осылайынан осы бір люстра. И так, давайте осылайынан екінші люстра. А вот модем сыймай қалды достар. Енді бізге бір картина, бір нәрсе іліп болады жалпы достар. Негізі уже үйге әдемі мынау достар. Алмаздың ішіндегі үй үшін вообще тема болды. Так, бізге енді картинка іліп жіберуге болады негізі достар. Тағы да бір осындай майда-шүйде заттар бар еді. Картинкалар по идее болды осы жерде достар. Хоппа, міне. Бірақ бұл картинкалар онша ұнамайды маған. Давайте достар осылайынан бүйтіп мынандай кружка қойып жіберейік та. Бір кружка тұрсын. Сосын кондиционер достар. Кондиционер қалайша ұмытып кеттік біз деген. Кондиорды давайте осылайынан қойып қояйық, қосып. И бізге неға байынан Бэтменнің екі картинкасын іліп қоя салайық достар. Осылайынан Бэтмен екі картинкасы тұрсын. Әдем болып. Қараңдаршы, рабочий стол мынау қалды маған достар. Осы отырасың, видеоны түсіресің, яқтан ноутбугыңмен жұмыс істейсің достар. Мына төбесі, конечно, тар, бірақ
сонда да нормально компактный даже кружка қойып қойдым достар. Осылай алмаздың ішіндегі үй осындай болады достар. Қараңдар, төбесін бар ғой, панорамный қылып істеп жіберуге болады. Түнде айға қарап жататын, бірақ күн жаман түседі. Былай шығасың, балкон достар, вообще четко, YouTube хаусқа вид. Былайынан кіресің достар, қайттан уже мына жақта рабочий стол, анау астыға түсесің и смело тамағын жейсің достар. Конечно, туалет жоқ. Туалет бізде енді сыймай қалды алмаздың үйіне. Бірақ сонда да вроде как нормально шыққан сияқты достар. Сендерге ұнады ма, комментарий жазып кетіңдер. Лично маған ұнады. Кухнясы бар. Телевизорға үшін қойып қойдық қой даже біз достар. Телевизор да бар. Мына жақта компьютер да бар достар. Өшіріп тастайық пока что. Так, хоппа. Компьютерді өшіріп тастайық достар. Все, жалпы алмаздың ішінде үй салғыларың келсе осылай саласыңдар достар. Сендерге менің атымнан кішігірім лайфхак. Бұны қараңдар. Мына жақтан даже терезе ашып жіберуге болады бізге достар. Негізі осылайдан бүйтіп терезе ашып жіберсек, түнде вид деген мощный болып тұрады достар. Сонда мына жақтан былай терезе ашып жібереміз и түнде былайынан бүйтіп закатқа қараймыз, кешке вообще четкий болады. Міне вообще ұнады достар. Сендерге қалай, комментарий жазып кетіңдер. Осымен видеоны аяқтаймын достар. Сендерге тағы да бір лайфхак, келесі қандай жерде үй салайын достар, не салайын, бәрін соң комментарий жазып кетіңдер. Сендермен болғанмен айшуақ достар. Видеоны лайктарыңызды адамызды тіркелейік. Сау болыңдар.